36 және 12 сандарының ең кіші ортақ еселігі қандай? Басқаша айтқанда, EKOE жақшаның ішінде 36 және 12. Яғни EKOE дегеніміз ол бізде ең кіші ортақ еселік дегенді білдіреді. Сонымен бұл есеп бізде өте оңай. Себебі осы 2, яғни 36 мен 12 сандарының ең кіші ортақ еселігі ол бізде 36 санының өзі болады. Себебі 36 ол бізде 36-ға да бөлінеді, және 36 12-ге де бөлсек болады. Сонымен 36 және 12 сандарының ең кіші ортақ еселігі ол бізде 36 саны. Сонымен тағы да бір мысал қарастырып кетейік. Келесі мысалымызда бізде айтады. Бізде 18 бен 12 сандарының ең кіші ортақ еселігі қандай екенін табуымыз керек. Сонымен ең алдымен сандарды біз жай көбейткіштерге жіктеуіміз керек. Сонымен 18 бен 12 сандарын жазып қойын. Ең алдымен 18 санының жай сандары көбейткішін табайық. Яғни 18 саны ол бізде 2 мен 9-ның көбейтіндісі, ал 9-ды біз ары қарай 3 пен 3-тің көбейтіндісі деп жазсақ болады. Осыдан біз айта аламыз. 18 ол бізде 2 көбейтілген 3 көбейтілген 3 деген жай сандардың көбейтіндісіне тең. Сонымен келесі санымыз ол бізде 12. 12 санын жай сандардың көбейткішіне жіктесек, ол бізде 2 мен 6-ның көбейтіндісі деп қарастырсақ болады. Ары қарай 6 санын біз 2 мен 3-тің көбейтіндісі ретінде жазып аламыз. Осылайша 12 саны ол бізде 2 көбейтілген 2 көбейтілген 3 деген жай сандарды көбейткен кезде пайда болатын сан екенін анықтаймыз. Ал енді келесі осы 18 бен 12 санының ең кіші ортақ еселігін табайық. Айтып кеткенде ең кіші ортақ еселікті қысқаша EKOE деп жақшаның ішіне 18 бен 12-ні жазып қоямыз. Сонымен ең кіші ортақ еселік дегеніміз осы берілген екі санға, яғни 18 бен 12-ге еселік бола алатын ең кем деген санды айтамыз. Сонымен ең кіші ортақ еселікті табу үшін біз осы берілген сандардың ең үлкенінің жай көбейткіштерін жазуымыз керек. Яғни бұл жерде ең үлкені ол бізде 18 болып тұр. Сол себептен біз соның көбейткішін жазамыз. Яғни 2 көбейтілген 3 көбейтілген 3. Және осы жазғанымыз бізде 18-ге бөлінеді. Келесі біздің еселігіміз 12 санына да бөлінуі керек. Сол үшін біз жетпей жатқан көбейткіштермен толықтырамыз. Яғни 12 санының көбейткіштеріне назар аударайық. Байқасаңыз, біз 2-ні жазып қойдық, және бізде 3 бар, алайда бізге қосымша 1-2 жетіспейді. Сол себептен біз мына жерге осы 2-ні толықтырып жазамыз. Осы сәтте осы жазғанымыз бізде 12-ге бөлінеді, ал мынау үшеуі, яғни 2 көбейтілген 3 көбейтілген 3, ол бізде 18-ге бөлінеді. Осылайша осы жазған сандардың көбейтіндісі ол бізде 12 мен 18 санына бөлінетін ең кем дегендегі еселік болып табылады. Сонымен осы көбейтіндіні есептесек, 2-ні 2-ге көбейтсек ол бізде 4, 4-ті 3-ге көбейтеміз ол бізде 12, 12-ні 3-ге көбейтеміз ол бізде 36 болады екен. Яғни осы сан 18 бен 12 бөлінетін ең кіші сан болып табылады. Және ең кіші ортақ еселікті табудың тағы бір жолы бар, ол осы сандардың еселіктерін жазып шығу. Яғни санның еселігі дегеніміз сол сан бөлінетін сандарды білдіреді. Мысалы 18 санның еселіктері ол бізде 18 санның өзі, және 36, 54 деп ары қарай кете берсек болады. Ал 12 санның еселіктері ол 12 санның өзі, одан кейін 24, одан кейін 36, және ары қарай таппай қойсақ та болады. Себебі көріп тұрғаныңыздай біз 2 бірдей еселікті таптық. Яғни бұл жерде ол 36 мен 36. Алайда менің сізге айтарым, бұл тәсіл бізде тұрақты емес. Себебі егер де сізде үлкен сандар болса, сіз сол үлкен сандардың еселігін табамын деп қиналып қаласыз. Сол себептен бірінші тәсілмен есептесеңіз, сізге жеңіл болады.